Көріңіздер, хабардар болыңыздар. Сәлеметсіздер ме қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Алдағы 3 күнге арналған ауа райы болжамы. Қазгидромет алдағы 3 күнге арналған ауа райы болжамын жариялады. Синоптиктердің болжамынша елдің басым бөлігінде ауа райы тұрақсыз болады. Республиканың солтүстік өңірлерінде ауа райы бұрынғысынша солтүстік циклон ойпаты қалыптастыратын болады. Оңтүстік өңірлер оңтүстік циклон ықпалында болады, одан қар, боран күтіледі. 14 ақпанда Қызылорда, 14-15 ақпанда Түркістан, 15 ақпанда Жамбыл, Алматы облыстарында, Жетісу облысында қалың қар, күндізгі уақытта оңтүстікте және елдің оңтүстік шығысында жауын-шашын, ылғалды қар және жаңбыр түрінде көктайғақ құбылыстармен болжанады. Сондай-ақ бүкіл республика бойынша жел мен тұман күшейеді деп күтіліп отыр. Бұл жолдарда көрінуі нашарлауы мүмкін, температура фоны тұрақты болып қалды. Күрт өзгерістер болжанбайды делінген ауа райы болжамында. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратып ұмытпаңыз. Қымбатты көрермен, бізді бақылауда жалғастырыңыз.